Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін біз балықты духовкаға саламыз. Ешқандай қуырмай, өте дәмді қылып жасайтын боламыз. Менде карась балығы. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Бізге керек заттар осылай формамызды аламыз. Одан күнбағыс майын құйып, барлығын жабып шығып, одан кейін жуамызды орналастырамыз. Одан кейін балығымызды осылай тазалап жуып аламыз. Одан кейін екі жағын пышағымызбен кесіп аламыз. Дәл осылай видеодағыдай. Және де тұзымызды сеуіп формамызға орналастырамыз. Мінекей мен барлығын жасап осылай орналастырып алдым. Менде 7 балық шықты, шаған кішкентай. Одан кейін осылай картопымызды жұқалап турап, барлығын осылай салып шығатын боламыз. Одан кейін укропымызды саламыз. Сіздер өздерінің қалауларынша салмасаңыздар да болады. Ендігі соусын жасайтын боламыз. Біз оған бір жұмыртқамызды, 5 ас қасық майонезімізді және де 2 ас қасық жай суымызды құятын боламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін біркелкі болған кезде осы соусымызды балығымыздың үстіне құятын боламыз. Осылай барлығын құйып, біркелкі қылып, жайып, құйып шығатын боламыз. Барлығын осылай жайып алғаннан кейін біз духовкамызды қыздырып қоямыз. Және де 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің карасымыз тез піседі. Өте жұмсақ, иісі де өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Мінекей біздің ендігі карасымыз, балығымыз дайын болды. Духовкада өте дәмді, керемет болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.